Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина, менің YouTube асханама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен өте дәмді, өте тойымды голубцы тағамының өз нұсқамда дайындалу жолының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, қазақша контентті қолдап, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де менің каналыма жазылсаңыздар, міндетті түрде қоңырауша белгісін басыңыздар. Сол кезде менің әрбір шыққан жаңа видеом бірінші болып сізге хабарлама ретінде баратын болады. Ең әуелі орташа отта қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, алтын түстес болғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Және оның үстінен қызанақты саламыз. Және оны да жақсылап араластырып, 2-3 минут көлемінде қуырып аламыз. Енді әрі қарай картопымызбен сәбізімізді де қосып, қызартып 2-3 минут көлемінде қуырып алатын боламыз. Сәбізді мен осылай сопақша пішінде етіп турап алдым. Ол өз еріктеріңізде, егер қаласаңыздар, тіпті сәбізді қоспай қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, өте тойымды, тіпті балалардың өзі сүйсініп жейтін кешкі ас, сондықтан да міндетті түрде дайындап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Енді әрі қарай суымызды құямыз. Суымызға татымына қарай паприка, тұзымызды, дәмдеушімізді және лавр жапырағын қосамыз. Әрі қарай қазанымызды тапырық қозғап, қақпағын жауып, жақсылап 15-20 минут көлемінде қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнағанша біз енді тәтті болгар бұрыштарымыздың арасына салмасын салып дайындайтын боламыз. Ол үшін маған 400 грамм тартылған ет және бір бас пияз, бір бас сарымсағымызды, әрі қарай тазалап жуылған 80 грамм күрішімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және айта кетейін, татымына қарай тұз, дәмдеуіш және бұрыш қосуды да ұмытпаңыздар. Енді сарымсағымызды қосатын боламыз. Сарымсақты мен осылай арнайы өткізгіштен өткізіп алдым. Егер қаласаңыздар, пышақпен ұсақтап турасаңыздар да, немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Егер қаласаңыздар, сарымсақты қоспай қоюларыңызға да болады. Ол өз еріктеріңізде. Енді әрі қарай барлығын бір келгі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Барлығын толық араластырып болғаннан кейін әрі қарай болгар бұрыштарымыздың арасына саламыз. Қолдарыңызды кішкене сулап, немесе майлап алсаңыздар да болады. Сол кезде қолыңызға салма жабыспайтын болады. Осылай барлығын өте ұқыпты түрде салыңыздар, себебі біздің болгар бұрышымыз жыртылып кетсе, ішіне салған салмамыз қазанда піскен кезде сыртынан шығып кетуі мүмкін. Осылай барлығын ұқыпты түрде жақсылап салып аламыз. Мен бастапқы екеуін көрсеттім, және қатты нығыздап толтырып жібермеңіздер. Ол да біздің болгар бұрышымыздың жыртылып кетуіне себепші болуы мүмкін. Осылай енді барлығын қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Әрі қарайда 20-25 минут баяу отта пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.